Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Бүгін сіздерге домбыра тартудың ең оңай тәсілі туралы айтатын болам. Міне алдарыңызда келіншек күйі оңай тәсілмен жазылған домбырада үйренуге. Міне қазір түсіндіретін болам, қалай тарту керек. Мысалы, үстінде 5 саны тұрса, домбыраның 5-ші пернесінен басамыз. 4 саны тұрса, 4-ші пернені басамыз. 5 пен 4-ті басып, қағыс төменге болады. Сонда үстіндегі санды домбырада үстінен басамыз, астындағы санды астынан басамыз. Міне екі сан бір қағыс болады. Мына жерде де солай, қағыс жоғарыға. Солай әрі қарай кете береді. Өте оңай тәсіл. Келіншек күйі міне. Осы оңай тәсілді алып, сіздер де тез үйреніп кете аласыздар. Яғни тез дегенде 1 сағатта үйренуге болады. Тиімді бағада беріледі осы міне схема. Келіншек күйінің сызбасы, сандары. Осыны алсаңыздар, бір күнде үйреніп кетуге болады міне. Сонына дейін жазылған. Барлығы түсінікті. Келіншек күйі бар, жалғасы. 0 болса ешқандай пернені баспаймыз. Міне мына қосылып тұрған жерлер, яғни мына екеуін бірге тартамыз, мына екеуін бірге тартамыз деп көрсетіліп қойылған, барлығы дайын. Мына жерлерді, қосылмаған жерлерді бір қалыпты тартамыз. Төмен, жоғары, жоғары. Яғни басқа да, мысалы, домбыраны 0-ден бастайтын болсаңыз, ең басында міне Еркемай әні бар. Үйренуге оңай. Қалай басу керек, міне түсіндірмесі барлығы жазылған. Міне мысалы, 2-ші перне болса, мына жерде 2 саны тұрса, барғанымызда домбыраның 2-ші пернесінен басамыз, астынан басамыз. Міне саусақ басатын жер міне боялып тұр. 2-ші пернені басамыз. Мынау домбыраның пернелері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне 2 тұрса, 0 тұрса ешқандай пернені баспаймыз. Мына жағы үсті, мына жағы асты. Барлығы дайын көрсетіліп тұр міне. Еркемай әні. 0-ден бастауға міне осы Еркемай әні оңай. Әрі қарай жаймендеп күрделі, мысалы орташа күйлерге, сосын күрделі күйге өтуге болады. Еркемай әні бірінші әннен бастаған жақсы, сосын жеңіл әндерден, сосын барып орташа күйлер, одан кейін ұзақтау күйлер. Басында Еркемай әні үйренуге өте оңай. Қай саусақпен басу керек, барлығы міне дайын жазылып тұр. Тиімді бағада беріледі. Комментарийге жазыңыздар, кім алғысы келеді. Біз өмірдің гүліміз әніне. 5 пен 7. 5 пен 4. Ана. Сурет алатсың ба? Жоқ, сурет бес. Анау. Міне нанды ғой. Нау 40 бойы. Нау 7 бойы. Сала берек асқары. Міне барлығы дайын, біз өмірдің гүліміз әні. Тағандай ән бар. Қошақан әні бар. Тиімді бағада беріледі. Қошақан әні міне. Ал достар, комментарийге жазыңыздар, кім үйренгісі келеді. Баршаңызға сәттілік. Домбыраны осылай үйреніп алыңыздар. Өте оңай тәсіл, қарапайым тәсіл. Үйренуге өте оңай.
Ал осымен видеоны аяқтаймын. Ой, ой. Сау саламатта болыңыздар.